Тез арада тастайтын үйдегі артық 30 зат туралы айтамын. Мидағы артық ой мен проблемадан арылу үшін үйдегі реттілікті де сақтау керек. Сөредегі артық дүниелер санаға да көзге де салмақ болады. Керек емесін анықтап, біреуге сыйлайтындарын сыйлап, тастайтынын тастап, өткізетінін өткізіп, ойыңызды тазартқан абзал. Ол қандай заттар? Мына тізімде кездесуі мүмкін. Бірінші, киім-кешек. Қайта қалпына келмейтін киімдер. Созылып кеткен футболка, дағы кетпейтін жейде, құрт көбелек жеп тастаған жемпірді киім сөреңізде сақтаудың қажеті жоқ. Жөндеу жұмыстарына киерсіз, шығарып тастаңыз. Екінші, өлшемі келмейтін киімдер. Себебі белгілі шығар. Үшінші, аяқ киімдер. Егер қалыпқа келетін болса, тырысып көріңіз. Түрін келтіре алмасаңыз, тастай салыңыз. Төртінші, шұлық, жылулықтар. Түтіліп немесе тесіліп қалса, қоқысқа тастаған дұрыс. Бесінші, түрі шаршап кеткен бұйымдар. Бижутериядан сынған сырма, үзілген алқа, көзі түскен жүзіктерді тастаңыз. Ювелир бұйымдарын лақтырып керек емес, дұрысы жөндеуге беріңіз. Алтыншы, мерекелік ескі киімдер. Мысалы, осыдан 4 жыл бұрын мектеп бітіру кешіне киген көйлегіңіз қазір сәнде болмауы мүмкін. Әдемі, қымбат, сапалы киім болса, әрі тек бір-ақ рет кисеңіз, сатуға шығарсаңыз болады. Болмаса, өткізіңіз. Жетінші, ескі сөмкелер. Әмияндар да осы тізімге кіреді. Сегізіншісі, ескі суда жүзу киімдері. Созылып кеткен, не түсі өнген мұндай киімдерге сіздің сөреңізде орын жоқ. Тоғызыншы зат, көптен киілмей жүрген киімдердің түймесі. Бір-біріне еш ұқсамайтын түйме тиектерді не істейсіз? Дұрысы тігін шеберханасына өткізіңіз. Сізден гөрі тігіншіге керек болады. Сонымен қатар косметика бұйымдары. Кеуіп қалған лак, сынама әтір, косметикалық заттар. Кішкентай құтыдағы әтірді де, далапты да, кремді де жинамаңыз. Және созылып кеткен шаш буғыш резиналар. Шаршамайтын резина керек десеңіз, ең сапалысын сатып алыңыз. Және шаш бұйымдары. Шаш үйреуіш, шаш қыстырғыш қажеті болмаса жинамаңыз. Сонымен қатар тамақ, асхана бұйымдары. Бұзылған, ашыған, сақтау мерзімі асқан тағамдар. Сіз жейсіз бе? Жоқ, онда сақтамаңыз. Ескі дәмдеуіштер мен соғыстар. Бұларға да орын жоқ. Қажеті жоқ саптаяқтар. Және шеті сынған, шытынаған ыдыстарды да ұстамаңыз. Жаман ырым деседі. Және бос құтылар. Банка қабылдайтын апайлар көрсеңіз, сол кісілерге өткізіңіз. Немесе подвалға салып сақтап қойыңыз. Жазы күні өзіңіз пайдаланасыз. Үйдің заттары. Тесілген немесе түтігі шыққан орамал. Су сорса еден жууға арнасаңыз болады. Ескі жамылғы тысы. Номері 1 киімдермен бірге жөндеу жұмыстарына арнаңыз. Үй әктегенде, не сырлағанда еденге төсеуге ыңғайлы. Тозған жастықтар. Егер шебер болсаңыз, мамығынан орындық бетіне төсейтін көпшік жасап алғаныңыз дұрыс. Және үй интерьеріне сай емес құмыралар. Флористерге сыйға берсеңіз болады. Және сынған, істен шыққан электроника, тұрмыстық заттар. Тілін ұғатын монтер, инженерлерге жұмысқа ұсынып көріңіз. Темір аламыз деушілерге де болады. Сонымен қатар, үйіңізде мектеп немесе университет жазбалары болуы мүмкін. Оқитын бауырыңызға немесе көршіңізге баласына бергеніңіз дұрыс болар. Әрине, оларға қажет болса ғана. Және тойға шақыру билеті, құттықтау ашық хаттары. Бұлар да бұрынғылардың көзі. Қазір тілектер мен шақырулар онлайнға ауысқан. Ескі дүниеден естелік деп біреу екеуін қалдырып, қалғанын тастай салыңыз. Қайта басып шығарылған суреттер. Түп нұсқасын өңі кетпеген түр-түсі анығын ғана сақтаңыз. Қалғанын мусорға тастаңыз. Және үйіңіздегі неше түрлі заттар, мысалы тұрмыстық техника қораптары,
Ең үлкенін алып қалып, оны бүктелген тұсынан жинап, сақтап қойыңыз да, қалғанын шетінен қоқысқа салып тастай беріңіз. Және мерзімі өткен дәрі-дәрмек, түсініктеме керек емес шығар. Түсініксіз маусымдар. Кез келген үйден табылатын дүние, көне, CD және DVD коллекция жинайтын танысыңыз болса, бере салыңыз. Сіздермен болған пайдалы ақпараттар айдары. Каналға лайк басып, тіркеліп, өз ойларыңызды білдіріңіздер және қоңыраушаны басып қойыңыз.